Салымдарыңыздың кірісін айтарлықтай арттырудың жолы бар. Ол күрделі пайыздарды қолдану. Бұл жуса инвестициялар. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Күрделі пайыз – бұл инвестицияңыздың кірісін арттырудың оңай жолы. Күрделі пайызды қолдану үшін сіз тапқан табысыңызды жұмсамай, керісінше бағалы қағаздар бойынша кірісіңізді қайтадан инвестициялауыңыз керек. Мысалы, акциялар бойынша, дивидендтер немесе облигациялар бойынша пайыздарды қайта инвестициялау. Сондай-ақ, күрделі пайызды банктегі депозитке ақша салған кезде қолдануға болады. Егер салым мерзімі аяқталса, сіз жай ғана есептелген пайыздармен бірге ақша алып, жаңа салымды ашасыз. Бірақ қомақтырақ сомамен ашу керек боласыз. Бұл жағдайда жаңа салым бойынша пайыздар тек бастапқы сомаға ғана емес, сонымен қатар сіздің бірінші сомаңыздан алған пайыздарға да есептеледі. Яғни, пайыздарға пайыздар қосылады. Мұны күрделі пайыз дейді. Күрделі пайыз қаншалықты тиімді? Күрделі пайыз бұл алдыңғы кезеңдегі негізгі сомаға да, пайыздарға да пайыздарды есептеуді білдіреді. Сіз салымға 10 пайызбен 100 мың теңге салдыңыз делік. Алғашқы жылы сіз 10 мың аласыз. Ал екінші жылы пайыздар 110 мың теңгеге есептеледі. Яғни кіріс 11 мың теңге болады. Үшінші жылы 12.100 теңге және тағы сол сияқты әрі қарай өсе береді. Барлығының 3 жыл ішіндегі кірісі 33.100 теңгеге жетеді. Ал қарапайым пайыздар есептелгенде кіріс тек 30 мың теңге болар еді. Тағы бір мысалды қарастырып көрейік. Сіз 10 пайызды тұрақты жарты жылдық дивидендтік кірісі бар акцияға 100 мың теңге салдыңыз. Егер сіз алынған дивидендтерді қайта инвестицияласаңыз, онда сіз күрделі пайыздың қаншалықты тиімді екенін сезінесіз. 3,5 жылдан кейін сіз өз капиталыңызды 2 есе көбейтесіз, ал 10 жылдан кейін оны 6-7 есеге арттырасыз. Дәл осыны күрделі пайыздың сиқыры деуге болады. Егер сіз алғашқы дивидендтерді алып, оларға дәл сол акцияларды сатып алдыңыз делік. Бұл жағдайда келесі 10 пайызды сіз енді 100-ден емес 110-нан аласыз. Бұл нені білдіреді? Қарапайым есептеулер арқылы сіз өзіңіздің капиталыңызды 10 жылдан кейін емес 6 жылдан кейін ақ 3 есе көбейтесіз. Ал 10 жыл ішінде сіздің капиталыңыз 7 есеге өседі. Айта кетейік, күрделі пайызды тек пайыздар мен дивидендтер алу кезінде ғана емес, басқа жағдайларда да қолдануға болады. Мысалы, егер сіз бағалы қағаздардың өсуінен пайда көрсеңіз, ол ақшаны толығымен немесе ішінара қайтадан бағалы қағаздарға салу арқылы өзіңіздің кірісіңізді тезірек және тиімдірек арттыра аласыз. Міне, күрделі пайыздардың сиқырлығы осында. Тек көбі бұл туралы ойлана бермейді. Бірақ енді біле жүресіздер деп сенемін. Жоғарыда келтірілген мысалдарда көріп отырғаныңыздай сіздің кішігірім инвестицияңыз қомақты сомаға дейін өсуі мүмкін. Ең бастысы инвестициялауды қазір бастау. Бұл қажет емес сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе айына $25-100 мөлшеріндегі сомалар біртіндеп жинала береді. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, түрлі инвест идеялар ұсынамыз. Көріскенше.